Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай әдемі көтеріліп пісетін жұмсақ әдемі пирогпен бөлісетін боламын. Арасы өте жұмсақ, әдемі болып піседі. Бізге керегін описанияға жазып өтемін. Бұл жерде тараздың да миксердің де керегі жоқ. Біз құрғақ ингредиенттерді бөлек ыдысқа құйып аламыз, сұйығын бөлек ыдысқа құйып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз, біркелкі болғанша. Сұйық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның сарысы біріккенше әдемелеп араластырып аламыз. Сосын құрғақ ингредиентке құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Арасында түйіршіктер қалып кетпеу керек. Осылай әдемелеп араластырып аламыз. Соңынан біз сұйық май құямыз. Бұны да жақсылап майы біріккенше араластырып аламыз. Міне менде осындай масса пайда болды. Әдемі, қою. Мен бұны 22 сантиметрлік формаға құямын. Сосын пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне менде 30-35 минут өтті. Негізінде бұны суыған кезде кесу керек. Мен шыдай алмай ыстық күйінде кесіп қойдым. Осындай әдемі көтерілген миксерсіз және таразсыз піскен пирог. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.